Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, мен Жұлдыз Форд. Бүгінгі таңда Қазақстанда бірнеше үдеріс орын алып жатыр. Біріншісі, Украинадағы соғысқа байланысты орыс тілінде білім алған қазақтар ана тіліне бет бұрып үйреніп жатыр. Екінші үдеріс, керісінше қазақ тілінде оқыған қандастарымыз қалаға келіп, орыс тілін білмей көп қиындық көрген соң, балаларын, немерелерін орыс мектептерге беріп жатыр. Үшінші үдеріс ол арабтану. Таныстарымның, тіпті туыстарымның да арасында сондай жағдайды байқап отырмын. Арабтардың салт дәстүрін ұстанып, оранып, сақал қойып жастар, келте шалбар киіп, машаллах, альхамдулилла, иншалла деп жүр. Қазақ сөздерді, синонимдарды қолданудың орнына. Енді тағы бір байқаған жағдай, өкінішке орай, оңтүстік өңірдің өзінде әлі де қазақтар тілдік дискриминацияға ұшырап жатыр. Жақында сіздер де көрген шығарсыздар, Қуат Ахметовтың каналында видео болды. Ол жерде Таразда, дәріханада қазақ жас жігітке қызмет көрсетпей қазақ тілінде, оны ұрсып полиция шақырған. Ол менімен байланысты айтты, маған нацистсің деп айтты дейді. Сол жігіт өзі шетелде оқып жатыр. 4 тіл меңгерген. Сонда нацист 4 тіл біледі, ал интернационалисттер бірақ орыс тілін біледі. Және де қазіргі таңда Ресейден 100 мыңдаған орыстар елімізге келіп жатыр. Қоныстанып жатыр. Бұлай бола берсе, біз өз жерімізде қайтадан азайып, нацменге айналуымыз мүмкін. Бұл үдеріске біз қалай қарсылық білдіре аламыз, қалай тосқауыл қоя аламыз, бейбіт түрде қалай шешуге болады? Әрине тек ана тіліміз арқылы. Өйткені интервью бергендерді тыңдасаңыздар, Ресейден келгендердің, олар айтады, Қазақстан орыс тілді мемлекет дейді. Сол қазақтар орыс тілін алдыға қойып, орыс тілде сөйлегенді бір жетістік көргені бізге қауіп төндіріп отыр. Өйткені Қазақстанда ресейліктерге өте ыңғайлы болып жатыр. Мысалы, Грузияда, Арменияда олар орысша сөйлемей қойды, пәтерлерді арендаға берген жоқ, орыстарға жұмысқа алған жоқ, Ресейден келген орыстарға. Сол себептен олар тез кетіп қалды ол елдерден. Бәрі бізге ағылып жатыр. Ал бұл біздің әлеуметтік системаға да ауыртпалық көрсетеді, және де сол келген орыстар үшін тағы да балабақша, мектептер, университеттерде, факультеттерді орыс тілінде ашуға тура келеді. Әрине, оған тағы да Қазақстан мемлекетінен қаржы бөліну керек. Ал олар салық төлейді дейді. Қайбір жетістіріп салық төлейді дейсіздер олар. Өйткені олар кірістерін азық көрсетеді, сонымен тиын тебен ғана төлейді. Ал кейіннен орнығып алып, сол Ресейден келген орыстар ертең орыс тілін ресми тіл қылу керек деп жергілікті қандастармен қосылып шығуы мүмкін. Онысы да айтып жатыр. Путинді шақырып жатыр. Ойбай, қазақтар көбейіп кетті, мектептерде қазақтар басым деп.
Сол себептен ойлану керек. Бәріміз тек бір-бірімізбен қазақша сөйлемей, Қазақстанның барлық тұрғындарымен тек қазақ тілінде сөйлеу керек. Қазақ тілінде ақпарат пен қызмет талап ету керек. Оған біздің толық құқығымыз бар ғой. Өйткені тұтынушылардың құқығын қорғайтын заңның 24-ші бабының 1-ші тармағында ақпарат пен қызмет Қазақстанда қазақ және орыс тілінде беріледі, көрсетіледі деп жазылған. Оны орыстар өз бетінше түсінеді. Қазақша сөйлесе, біз орысша жауап беруге болады деп. Ал өздері қазақтардан орыс тілінде ақпарат пен қызмет талап етеді. Және де мынандай көзқарас бар. Оны журналистердің, депутаттардың өздері қайта-қайта қайталайды. Орыс тілі ресми тіл Қазақстанда. Ұлтаралық қатынас тілі деп. Бұл шындыққа жанаспайды. Назарбаевтың өтірігін қайталай бермей, өздеріңіз Конституцияның 7-ші бабының 1-ші, 2-ші тармағын оқуды сұраймын. Өйткені 1-ші тармағында Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жазылған. 2-ші тармағында орыс тілі мемлекеттік ұйымдарда және де өзін басқару органдарда ресми қолданылады деген. Бұл ресми тіл деген емес. Әйтпесе Қырғызстанның конституциясындағыдай орыс тілі ресми тіл деп жазылар еді. Осы айырмашылықты білу керек. Ресми тіл және де ресми қолданылады дегенді. Ешқандай да орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі емес. Бұрын 93-ші жылғы конституцияда сондай бап болды. Кейін 95-ші жылғы конституциядан ол бапты алып тастады. Қазақтар, ана тілімізді үйреніңіздер. Және де ағылшын тілін үйрену керек бүгінгі күнде. Өйткені өздеріңіз көріп отырсыздар, шетелде қазір русофобия орын алып жатыр. Ол түсінікті. Өйткені Украинада Ресей армиясы неше түрлі сұмдық жасап жатыр. Сол себепті орыстардың өзі шетелде орысша сөйлеуге қорқып жүр. Видеолар тола ғой, бірін-бірін үйретіп жатыр. Мен орыспын деп айтпа, орысша сөйлемеңдер деп. Сол себептен де біріншіден, екіншіден қазақ тілі біз үшін өзімізді тануға және де ұлтымызды тануға керек тіл. Ал ағылшын тілі бүкіл әлемге есікті айқара ашады. Өйткені барлық ғылыми жаңалықтар ағылшын тілінде шығады ғой басылып. Интернетте де контенттің 55% ағылшын тілінде. Сол себептен орыс тілін ығыстыру үшін де бізге ағылшын тілі қажет. Кейбіреулер маған жазып жатыр, керек емес, тек қазақ тілі жеткілікті. Өкінішке орай жеткілікті болмай тұр ғой. Өйткені интернетте қазақ тілінде контент аз. Сол себептен қазақтар орыс тілінде керек ақпаратты іздейді, оқиды. Оның орнына біз ағылшын тілін біліп, оны пайдалануымыз керек. Ең бірінші орында ана тіліміз, екінші орында ағылшын тілі қажет. Осы бүгінге айтайын дегенім. Барлығыңызға рахмет, мені тыңдағандарыңызға. Сау болыңыздар.